жыныстық қатынаспен берілетін аурулар. Не істеу керек? Жұқтырып алдыңыз, не істейсіз? Біріншіден қыздар, қоздырғышты анықтаймыз. Именно қай жыныстық қатынаспен берілген аурудың қай түрі екенін соны анықтаймыз. Біріншіден, оған не істейсіз? Сіз инфекцияларға, вирустарға анализ тапсырасыз. Екіншіден, тағы бір айтып кететін жағдай, көп семьяларда болады. Мысалға, инфекция жұқтырып алдыңыз дейік, сізде белгілер болып жатыр. Мысалға, астыңыздан сасық иіс шығып жатыр, выделение болып жатыр, түсі нашар болып жатыр, иісі нашар болып жатыр, ашып жатыр, қышып жатыр, тағы да көбінесе әйелдерде болып жатыр. Бірақ сіз барып тексерілгеннен кейін, мысалға, сізде қандай да бір инфекциялар, вирустар шықты. Оған күйеуіңізге де тапсыртудың оның қажеті жоқ. Өйткені сіздерде мынау екеуіңіз жыныстық қатынасқа түсіп жүргеннен кейін сізде болған жағдай күйеуіңізде де бар, күйеуіңізде болған жағдай сізде де бар. Өйткені ол жұқтырып қойды уже. Сол себепті сізде бар деген нәрсені күйеуіңізге анализ тапсырудың қажет жоқ. Өйткені ер азаматтардың иммунитеттері жақсы болғаннан кейін, мықты болғаннан кейін, ол кісілер тапсырған кезде скрытый формада болады да, ол анализде инфекция шықпай қалуы мүмкін. Айқай содан басталады қыздар. Неге менде бар, неге сенде жоқ, тағы да деген сияқты. Сол себепті тып-тыныш қана барып тапсырып, бірақ екіншіден емді екеуіңіз бірдей қабылдауларыңыз керек. Егер де сіз қабылдап, күйеуіңіз қабылдамайтын болса, ешқандай результат болмайды. Өйткені сіз тазарып алдыңыз, сіз емделіп алдыңыз, күйеуіңіз де сөйтіп қайтадан алып келеді. Сол себепті екеуіңіз бірдей емделу керек. Үшіншіден қыздар, жыныстық қатынастан ол кезде не істейміз? Босатыламыз, шектелеміз, қосылмаймыз. Өйткені кейбір қыздар қояды, глупый сұрақтарды қояды. Осыны қабылдап жүрген жыныстық қатынасқа түсе беруге бола ма? Или хотя бы презервативпен қосылуға бола ма деген. Жоқ қыздар, болмайды. Өйткені презервативпен қосылсаңыз да ол жыртылып кетуі мүмкін, ішінде қалып кетуі мүмкін, тағы да деген сияқты. Сол себепті бірінші қоздырғышты анықтаймыз, екінші партнермен бірге емделеміз, үшінші жыныстық қатынастан шектелеміз. И сонымен қатар төртінші жағдай, егер де осыны инфекция болған жағдайда тек қана вирусқа қарсы, инфекцияға қарсы антибиотиктер системалар ала бергеннен бөлек қосымша витаминдер, дәрумендер қабылдаймыз. Өйткені сіздің сол ағзаға инфекциялармен, вирустармен біз күресуіміз үшін, оларға антиденелер төтеп беру үшін, ағзамыз әсер ету үшін бізде иммунитет мықты болу керек. Сол себепті төртіншіден сіз дәрумендер, витаминдер қабылдауларыңыз керек. Міне қыздар, бірақ тағы да бір айтатын кеңесім, егер де сіз тұрмыста болмасаңыз, не болмаса әлі де үйленбеген жігіттер болатын болса, жыныстық қатынас кезінде қорғанғанымыз дұрыс. Біз ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Сол себепті жыныстық қатынас былай айтқанда кім болса сонымен қосыла бермей, сақтанбай қосылуға болмайды. Дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге Гүлназ Сәбитқызы. Басқа да парақшаларыма, басқа да аккаунттарыма тіркеліп қойыңыздар. Егер де менің беріп жатқан ақпараттарым ұнап жатса, комментарийге өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді білдіре кетіңіздер.